Әйел ерге ұсынып адаласын, ер әйелді бағым деп бағаласын. Отбасы мықты болса, отан мықты, аралап жүрген сөз ғой ел арасын. Әр ошақтың түтіні түзу шықса, бақытты байтақ отан бар алашым. Шалқар радиосының эфирінде өнегелі отбасы хабары. Студиямыздың қонағы филология ғылымдарының кандидаты абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза. Бүгінгі тақырып Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы және қазақ отбасы деп аталады. Біз бағдарламамызды бастаймыз. Омар аға, алдымен студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы көрнекті ақын, публицист, этнограф, ағартушы, шежіреші, ауыз әдебиеті үлгілерін жинақтаушы ғалым. Жалпы осы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының алдымен шүкіршілік тағылымы жайында айтып өтсеңіз. Бәрекелді. Жалпы мынау шүкіршілік деген сөз орыс тіліне аударып түсініп алатын болсақ, ол благодарность деген мағынаны береді. Яғни рахмет айту, Құдайға рахмет айту, Сонда жалпы мен өзім бала кезде ауылда өстім, сол кезде қазақтың аузынан тек қана осы сөзді еститін шүкір деген. Жағдайыңыз қалай? Шүкір. Яғни мынау Аллаға шүкіршілік бұл жалпы мұсылманның басты сипаттарының бірі екен. Өйткені Алла тағала өзі Құранда айтады, шүкір деген пендеме мен тағы да беремін дейді. Рызық несібесін артылтып беремін деген уәдесі бар. Сондықтан Құранның мінезі екен негізі шүкіршілік айту. Қазіргі кезде көп адамдар тәуба дейтін болып, тәуба деп отырады. Үлкен әжелеріміз негізінен. Енді ол тәуба дегеніміз бұл покаяние орысша аудасы. Бұл бір күнәлі істеп қойған кездегі адамның Құдайдан кешірім сұрауы. Бұл да енді кішкене келеді. Енді өйткені өте тазарған адамдар мүмкін сол тәуба деп сәт сайын, сағат сайын тәубасына келіп отыратын шығар. Негізі Құранда шүкіршілік етіңдер деген кәдімгідей Алла тағаланың бізге берген пәрмені бар. Енді жалпы адамның өмірі баянды болу үшін, адам ғұмыры ұзақ болу үшін дейді, Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады, біз 4 нәрсеге шүкіршілік қылуымыз керек дейді. Бірінші, Алла тағалаға шүкіршілік қылуымыз керек дейді. Яғни осы рызық несібенің, байлықтың барлығы дейді, Алла берді, альхамдулилля, Алла берді деп айтуымыз керек дейді. Ауызбен айтуымыз керек дейді. Бұл және бұл қандай жолмен келгенін айтып мақтаныш үшін емес дейді. Мақтаныш үшін емес. Бұл өзгелерге ғибрат болу үшін айтуымыз керек дейді. Яғни осы байлықтың иесі Алла тағала дейді. Екінші, сол Алла ауызбен айтқаннан кейін шүкіршілікті енді осы Алланың берген рызық несібесімен дейді, мұқтаж жандармен біз бөлісуіміз керек дейді. Оны сыр қылып бөлісу керек дейді. Сыр қылып деген кезде жаңағыдай құпия түрде. Оны жария қылмай, жаңағыдай афишировать етпей, Жалпы бір хадис бар ғой, мысалы, оң қолын беріп жатса, сол қолын көрмей қалсын деген сияқты. Сыр қылып бөлісу керек дейді. Және бұл Құранда Хас сүресі дейді, енді анық жазылмаған, сонда айтады, сол сүренің аяғында Алла тағала айтқан екен, мен рызық несібелерімді захир қылып, яғни захир деген көзге көрсетіңдер, жұрттың көзіне көрсетіңдер деген сүреде айтылған дейді. Сонда Мәшһүр айтады, бұл қолмен қылған шүкіршілік дейді, ауызбен қылған шүкіршіліктен дәрежесі бірнеше есе зор дейді. Сондан кімде-кім ауызбен айтып Алла тағала осы маған берді деп, және оны қолмен бөліспесе дейді, бұл Құдайға күпір болғанмен бірдей болады дейді. Яғни қарсы шыққанмен бірдей болады дейді. Бұның сонда бірінші біз осы Алла тағалаға шүкіршілік қылуымыз керек екен. Екінші, біз шүкіршілік қылатынымыз бұл сұлтан дейді. Сұлтан дегеніміз, Хазірет сұлтан дегеніміз араб тілінде бұл ойына келгенін істейтін, ешкімнен ақыл сұрамайтын, өзі білетін адамды арабтар сұлтан дейді екен дейді. Яғни патша, осы елді билеп отқан ел басына шүкіршілік қылуымыз керек дейді. Өйткені хадисте айтқан дейді, бұл Сұлтан зілі Алла, яғни Алланың көлеңкесі. Алла тағала осы рызық несібенің жалпы Хұсайыны патшасы ретінде өзінің дейді рызық несібесіне бір адамды уақытша мәлік қылып қояды, яғни патша қылып қояды дейді. Ие қылып қояды дейді. Сонда Алла өзі біледі дейді, кімді қоятын осы орынға дейді. Сондықтан кім болса болсын, сұлтан болса, оған біз шүкіршілік қылуымыз керек дейді. Неге дегеніңіз, өйткені патшаның, сол елбасының арқасында сенің дейді, пенденің басы, малы түгел болады. Тіршілігінде жаңағыдай тыныштықта өмір сүреді дейді. Сонда Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады, осы 18 ғасырдың басында дейді, қоқан заманы деген болды дейді. Мына қоқандықтар дейді, келіп қазақтың малын қырып жойып, қыздарын зорлап, қатындарын аттың көтіне мінгізіп алып кететін дейді. Адамдарын өлтіріп дейді. Сонда сол кезде мақал шыққан дейді. Ақжалауы барда, ақжалау деп атайды екен қоқандықты. Ақжалау барда малым бар деме, әзел барда жаным бар деме деп айтқан мақал сол кезде шыққан дейді. Кейіннен біз император Ағзамға қарағаннан кейін қазақ алдындағы асын тыныштықпен ішетін болды дейді. Міне сонда екінші шүкіршілік. Үшінші шүкіршілік, бұл үшінші шүкіршілік ата-анаға шүкіршілік қылу керек екен дейді.
Жалпы мынау ата анаға шүкіршілік қылу бұл парыз ғайын дейді. Жалпы парыздар екіге бөлінеді дейді осы шариғатта. Бір парыз ғайын, міндетті түрде орындалатын парыз, екінші парыз кифая. Мысалы, көпшіліктің алдына келіп бір адам сәлем берсе, көпшіліктің ішінен біреу сәлемін алсақ, қалғандарының мойнынан түседі деген сияқты. Ол кифая дейді. Сонда ата анаға шүкіршілік қылу бұл парыз ғайынға жатады. Яғни нағыз жаңағыдай міндетті түрде орындалатын парызға жатады екен. Ата анаға шүкіршілік қылу. Сондықтан бала ата анасына қызмет ету керек дейді. Ата анасына қызмет ету керек. Қызмет ету парыз, өлгеннен соң дұға қылу уәжіп дейді. Уәжіп, міне жалпы мынау сөз рет келгенде айта кетейік, жалпы мынау баланың жалпы ғұмыр жасы ұзақ болсын десе, ата ананың батасын алу керек дейді. Яғни мынау қазақта сөз бар дейді, алғыс түбі ақмай, қарғыс түбі қараған деген сөз бар, осыдан шыққан дейді. Ата анасының алғысын алған баланың ғұмыры ұзақ болады екен де, ал ата анасының алғысын алмаған, батасын алмағанның баланың ғұмыры қысқа болады екен. Және мәшһүр айтады, өзінен әлде қайда төмен иттердің дейді. Иттердің қорлығында өмір сүреді дейді. Егер ата анасының ризашылығын алмаса, ата анаға қызмет қылмаса дейді. Қазіргі кезде шын мәніндегі ата анаға қызмет дегенді біз ұмытып қалдық қой. Өйткені шын мәнінде қазіргі кезде керісінше ата аналар балаға қызмет ететін болды. Сондықтан біздің тәрбиеміздегі негізгі үлкен олқылық осы деп ойлаймын. Біз осыған қайтып оралуымыз керек. Неге? Өйткені балаларымыздың жағдайын ойласақ, балаларымыз егер шын мәнінде ертең бақытты болсын, ғұмыр ұзақ болсын десек, оларды ата анаға қызмет еткізіп біз үйретуіміз керек екен. Төртінші, күндіз болса күнге, түнде болса жарқыраған айға шүкіршілік қылу керек. Және төрт аяқты да дейді, төрт аяқты да адамға серік қып берген атқа шүкіршілік қылу керек дейді. Яғни қазір көлік қой енді. Төрт аяқты да. Және ерге серік, басыбайлы жолдас қып берген жақсы қатынға шүкіршілік қылу керек дейді. Сонда қазақ өзі айтады дейді, осыған неге атқа шүкіршілік қылу керек деген кезде, ер қанаты ат болар, атсыз адам мат болар, атын қолдан кеткен соң ағайынды оған жат болар дейді екен. Ал енді қатынның жолдастығының көбірек тоқталған, қатынның жолдастығының пайдасы дейді. Пайдасы, ер адам дейді, қатынды болғаннан кейін ғана басына қалқа тұрғызылады дейді. Ер адам қатынды болғаннан кейін ғана мал мүлік жинайды дейді. Сонда айтады, қазақ айтады дейді, 60 басты ақ орданы 60 еркек толтыра алмайды, 60 басты ақ орданы ақ жаулықты бір қатын толтырады деп айтады дейді. Енді сол қазақтан шыққан Жиренше шешен айтыпты дейді. Жиренше шешен. Қазақ 4 нәрсенің атын білмей қойған деп айтады дейді. Бірінші ат деп айтады дейді. Жоқ, ат емес, ердің қанаты деген дұрыс деп айтты дейді. Жаңа айттық, ер қанаты ат болар, атсыз адам мат болар, атын қолдан кеткен соң ағайын туған жат болар. Екінші бала деп айтады дейді. Баланы да дұрыстап қоймаған деп айтады дейді. Баланы қайырған деп қою керек деп айтады. Неліктен? Қайырған дегенде бала өскен соң әйтеуір ата анасын бір қайырады дейді. Яғни қазіргі кезде естіп жатамыз, әке, шеше, сіздер не білесіздер? Заман біз басқа, біз білеміз деп жаңағы ата анасын қайырып жататын қазір көзіміз көріп отыр. Сонда Жиренше шешен айтқан екен, сол баланың атын қайырған деп қою керек. Одан кейін келін деп айтады дейді. Жоқ, келін емес, атын айырған деп қою керек деп айтты дейді. Өйткені келін үйге кірісімен баланы ата анасынан айыра бастайды дейді. Одан кейін төртінші қатын деп айтады дейді. Қатын емес, оның атын тындым деп қою керек деп айтты дейді. Тындым. Егер қатын жақсы болса, еркектің депті. Еркектің үй шаруасымен жұмысы болмайды депті. Үй шаруасымен жұмысы болмайды. Көңілі тыным табады. Қатер жамиха отырады. Яғни не? Еркек адам үй шаруасымен жұмыс болмағаннан көңілі тынышталғаннан кейін ол өзінің түсідегі шаруасын ойдағыдай алаңсыз атқарады екен. Және мына елдің қамын ойлайтын, ақирет жұмысымен, ғылыммен, басқа да сонда еркекке лайықты жұмыстардың алаңсыз айналысуға мүмкіндік алады екен деп отыр. Ал егер қатыны жаман болса, онда дейді, не өлтіріп тастай алмайды дейді, не сатып жібере алмайды, не айырбастап жүрмейді, ішінен тынады да отырады дейді. Тындым деген сол дейді. Тындым деген сол дейді. Сондықтан Машһүр Жүсіп атамыз айтады, ол ер адам дейді, қатын алғанға дейін ол жалаңаш адам сияқты дейді. Қатын алды, киім киеді дейді. Соны қатыны жақсы болса дейді, қатыны жақсы болса, ол жаңағы еркекті дейді, ағайынға, алашқа, туысқанына, баласына дейді, тіпті балаларына дейді, жақсы көрсетеді дейді. Қатыны жақсы болса. Егер қатыны жаман болып кетсе, онда алашқа, ағайынға, туысқанға, баласына еркекті жексұрын көрсетеді дейді. Сонда Машһүр Жүсіп атамыз айтып отыр, жақсы қатын жаман еркекті адам болады. Жаман қатынды жақсы еркек адам қыла алмайды дейді, түзете алмайды дейді. Қанша дейді жақсымын деген жігіттер дейді, жаман қатынға жолыққаннан кейін бұзылады дейді. Сондықтан Алла тағала әуелден оң қарайын деген пендесіне дейді, қатынын өзіне лайықтап жолықтырады дейді ғой.
міне осының бәрін неге айтып отыр деген кезде біз осы алла тағала осы біз ғұмырымыз ұзақ болу үшін біз алла тағала осылай шүкіршілік қылуымыз керек екен осы 4 нәрсеге. Сонда адамның ғұмыр жасы ұзақ болады деп осы шүкіршілік тағылымы деген әңгімесінде Машһүр Жүсіп осы 11-ші томында осы нәрселер туралы айтыпты. Көп рахмет, ардақты ағайын. Бүгінгі тақырып Машһүр Жүсіп және қазақ отбасы деп аталады, және студиямыздың бүгінгі қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза. Омар аға, ары қарай жалғастырсақ, жалпы осы бала тәрбиесіне байланысты Машһүр Жүсіп не деген? Жалпы мынау бала сіз өзіңіз ойлаңыз. Мынау бала дүниеге келеді ғой. Біз негізі осы нәрсені біле бермейміз. Бала дүниеге келгенде жалпы 6 мақұлық дейді, бірге келеді екен, дүниеге келеді екен. 6 мақұлық бірге бір мезетте, бір сәтте дүниеге келеді. Ол бірінші дейді, баланың өзіме аспанда бір жұлдыз дүниеге келеді екен, тура осы балаға тиесілі. Жаңа сонда қазақтың жұлдызым жоғары деп айтатын сол екен. Бір пері деген мақұлық бар дейді, сол бір пері дүниеге келеді екен, осы балаға тиесілі. Жын деген мақұлық бар дейді, бір жын дүниеге келеді дейді. Бір шайтан деген бар дейді, сол дүниеге келеді дейді. Және 6-шысы бір періште деген мақұлық бар дейді, ол да дүниеге келеді дейді. Сонда жас бала жаңағы бір қауіп қатерден аман қалса айтамыз ғой, періштесі қақты деп. Сонда сол 6 мақұлық бір мезетте дүниеге келеді дейді. Біз көбінесе осыны біле бермейміз. Сонда қазақ өзі айтады ғой, жыным келіп тұр, жынымды келтірме, періс оққан, мына адам да періс оқып кетпейді, перісі күшті дейді мысалы. Сонда қарасаңыздар, осы 6 мақұлық бір мезетте дүниеге келеді дейді. Жаңағы былайша айтқан кезде баланың персоналды перісі болады екен, өзінің жыны, өзінің шайтаны, өзінің періштесі, өзінің жұлдызы болады деп отыр. Сонда кейбір бір адам кісі өлтіреді дейді, біреу зорлық қылады дейді, біреу қыз зорлайды дейді. Өзі істеп отыр дейсіз бе? Жоқ дейді. Бойындағы жынын, перішін, шайтанын егер алмағандықтан мыж-тыж болып адам солай өмір сүреді дейді. Сонда мынау Алла тағаланың діні бізге берілген фазылы, үлкен. Бұл осы біздің бойымыздағы жын, шайтан, періні ауыздықтау үшін, бойымыздағы жын, шайтан, періні мұсылман қылу үшін, жаңағы мұсылман жындар болады дейді ғой, осыларға қарсы тұру үшін осы бізге ілім керегі сондықтан екен. Енді хош, бала дүниеге келген бойда, енді баланың жаратылысы туралы бөлек әңгіме, оған да осы аспан денелері араласады. Оған енді бұл Машһүр Жүсіптің аспан денелері және адам деген мақаласынан алып отырмыз. Сонда бала дүниеге шыр етіп дүниеге келген бойда оны ай құшағына алады екен. Сол ай баланы 4 жасқа дейін бағып қағады екен. Сонда қазақ айтады дейді, бесіктегі бала бес түлейді дейді. Ай өзі сияқты баланы тез өсіреді дейді. 4 жастан асқаннан кейін баланы ғитарт дегеніміз ол Меркурий деген жұлдыз екен. Бұл ғылым білімнің жұлдызы. Адамды ғылымға, жазушылыққа баулайды. Сол кезде сол 4 жастан асқанда, 5-ке жақындағанда осы жұлдыздың құшағына өтеді екен. Міне осы кезден бастап баланы мектепке, яғни ғылым білімге беру, молдаға беру, бір көзі, яғни ұстазға берудің қажеті осында дейді. Сонда Машһүр айтады, мен осы 4 жастан асқанда, яғни 5-ке таянғанда мені медресеге берді дейді, хазіретке. 5 жасында мен бастап Құран, шариғат, шар кітабын жаттап жұрттың көзіне түстім дейді. Одан 12 жасқа дейін дейді, бала осы ғатарттың құшағында екен. Ғылым білімнің жұлдыздың құшағында. 12 жастан асқаннан кейін күннің құшағына өтеді екен. 30-ға дейін. Сонда күн өзі сияқты баланы жұрттың көзіне түсіруге тырысады екен. Сонда Машһүр айтады, 30 жасында жұрттың көзіне түсіп үлгермеген жаман ештеңеге жарамайды дейді. Сонда жаңа қазақтың 30-ында орда бұзады деген осыдан шыққан екен. 30-ында орда бұзба, 40-ында қамал алмайды деген бұл жұлдыздарға байланысты екен. Соның 30-дан асқаннан кейін Мәрх деген жұлдыз бар екен. Соның құшағына өтеді екен. Мәрх деген Марс жұлдызы. Бұл соғыс жұлдызы. Бұл жаңағы өткірлікпен дейді, қайраттылықпен алас ұрғызып, жаңағы адамның жаңағы бүкіл өміріндегі 40-қа дейін жаңағы қамалын алып үлгертетін осы жұлдыз екен. Сонда қазақтың мақалы дәл келіп тұр. 30-ында орда бұзба, 40-ында қамал алмайды дейді. Мәрх жұлдызы. Мәрхтен кейін 40-тан кейін 60-қа дейін адам міштірі дейді. Міштірі, яғни бұл Юпитер жұлдызының құшағында өтеді екен. Бұл бай болуды, 4 құбылас сай болуды, буынып, киініп, түйінуді үйретеді екен. Сонда қазақ айтады, дәл айтады, 40-қа дейін дейді. 40-қа дейін адамның дорбасы дейді, артында жүреді дейді, 40-тан кейін дорбасы алдына түседі дейді. Бұны осыны қазақ айтып отыр. Содан 60-тан асқаннан кейін Зұхал деген бір жұлдыз бар екен. Бұл Нас жұлдыз дейді. Бұл Сатурн екен. Бұл адамды дүние қырсы қылады дейді. Яғни дүние қоңыз қылады дейді. Адамның көзі дүниеге ауады дейді. Сонда қарасаңыздар, біздің қазір кездегі кейбір ата-аналар балаларымызды 7-тен кейін береміз, ми ашып кетеді деп айтып жатады. Негізінен сол осы ғылыми негіздерді білмегеннен кейін айтады екен.
негізінен баланы сол 5-ке толды ма баланы қорықпай ғылым білімге баулай беруге болады екен. Мен мысалы өз басым, мен сізге айтайын, 6 жасымнан бастап кітап оқыдым мен. 6 жасымнан бастап дайындық курсына барып 6 жасымнан кітап оқыдым. Тура 12-ге дейін ғана кітап оқыдым. 12-ден кейін мен сырт неге көшеге шығып кеттім. Көшеге шыққан кезде енді қаңып кеткен жоқпын. Ана ауылдағыдай болды ғой, көшенің баласы кешке қарай ұрланып киноға бару басталды. Түні бойы жаңағы ауылда біздің орыстар тұрады, солар нагородына түсіп алма ұрлайтынбыз. Жорықтарға шығып түсесіз бе? Ал 12-ге дейін мен сізге айтайын, тура дәл келіп тұр, 12-ге дейін осы кітаптан баса алматын деуге болады. Сондай бір запой дейді ғой әлгі. Сондай кітап оқыдым. Міне сонда бұл оның ақиқаттығы менің өзімнің өмірімде өмір тәжірибесінде иә дәл келіп тұр. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, Омар аға, әуе толқынына қосайық. Сәлеметсіз бе? Саламат. Тыңдап отырмыз аға. Қояр сауалыңыз бар ма қонағымызға? Мен мынау бала білмәксіген кие қарсырақ, бірақ сонда да білмеген сұрау. Бала нағашыға тарта ма, атаға тарта ма, өзінің тегіне тарта ма? Сол 50-де 50 бола ма, соны білейін деп. Екіншіден, мына кісіге сұрағым, әйел адамның ер адамнан жас болғаны жақсы ғой, үлкен болғанның қандай пайда зияны бар, соны білейін деп. Рахмет, осы сұрағым. Сізге көп рахмет. Бұдан бұрынғы бағдарламаларда айтылған болатын, десе де тағы бір айтып. Жақсы, мынау жалпы қазақ өзі айтады ғой, үйдің жақсысы ағашынан, жігіттің жақсысы нағашыдан дейді. Шында қазір генетик ғалымдар дәлелдеп отыр. Мынау неге қазақ текті әйел іздеген? Өйткені сол шешесін көріп қызын ал дейміз ғой. Дегенмен де біз текті дегеніміз оның тегі ол шешесімен ғана келмейді, тек негізінен әке арқылы келеді. Сонда ана Ақтанберді айтады ғой, елден елді аралап, тектіден текті саралап, бектердің қызын айттырып аларым екенбіз дейді. Сонда негізінен қазір ғалымдар дәлелдеп отыр, мынау әйел адамның жаңағы болашақ келіннің бойындағы 80% әкесінен болады екен. Кейіннен сол әйел келін болып түскеннен ұл туған кезде сол ұлға сол нағашысының 80% өтеді екен ғой. Соны қазақ біліп айтқан ғой, жігіттің жақсы нағашыдан дейді. Ал енді мынау үлкен өзінен жасы үлкен әйелге келетін болсақ, мысалы мынау бөлтірік шешен айтады, жастық келгенде дейді, жастық келгенде бетінде әрі қалмаған кәрін алма дейді, кәрілік келгенде басында ақыл толмаған жасты алма дейді. Сонда мынау тең-теңмен тезек қабымен дейді. Жалпы мынау ер адам өзі кішкене мешеулеу, даму кішкене кешеуіл дейді, әйел адамға қарағанда. Ер адам ол жаңағы әйел затынан кішкене есиярлау, үлкендеу болған дұрыс. Неге? Өйткені биологиялық жағынан, рухани жағынан болсын, еркек әйелді оны орап тұру керек. Тағы бөлтірік шешен айтады ғой, ұрғашын білген білмесе еркек болып не керек дейді. Егер шын мәнінде жасы үлкен әйелге үйленсең, өзің соның үлкен баласы боласың да шығасың да. Және екіншіден әйел жас еркектің энергиясын кәрі әйел ұрлап, ол әйел жасара береді екен де еркек қартайып кетеді екен. Ал керісінше болған жағдайда неге жас әйелге бұрын патшалар жас әйел алған, неге ол Ұлықбек зынданға түскен кезде 18 жаста қыздарды құшақтатып, қыздар қартайып өліп отырған ғой ертегіде. Неге? Өйткені сол жастың энергиясымен жаңағы еркек адам өзінің ғұмырын ұзартады екен, еркектік ғұмырын ұзартады екен. Міне осындай әңгімелер бар қазақ руханиятында. Біз ары қарай Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының шығармашылығын арнайық бағдарламамызда. Жалпы қыз тәрбиесі туралы не айтқан екен? Жалпы мынау қыз тәрбиесіндегі Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады, кейбір адамдар айтады дейді, қызды оқытпау керек дейді. Ол қате пікір дейді. Негізі қызды оқыту керек дейді. Өйткені дейді, мұсылман елдер неге артта қалып жатыр дейді, өйткені қызды оқытпағаннан дейді. Әйел затын оқытпаған. Европа неге озып кетті? Өйткені қыздарын оқытқаннан. Енді 19 ғасырдың реалиінен жазып отыр сол жағдайда. Сонда айтады, егер дейді ер адам дейді білімді болса дейді, бірақ адам білімді дейді. Егер әйел адам білімді болса, бүкіл отбасы білімді болады дейді, бүкіл әулет, сол жұрағат білімді болады дейді. Содан тараған ұрпақ, оның айналасының бәрі білімді болады дейді. Сонда әйелдің білімді болуының дейді пайдасы зор дейді. Және дейді, әйел ол қандай білім алу керек дегенде, әйел зәру білім алу керек дейді. Ол қандай білім? Сонда өзі білім 3 түрлі болады дейді. Бірім хаджалат, бірім зарулат, білім тахсаният дейді. Ғылым тахсаният 3-ке бөлінеді екен өзі. Усул фиқ деген кітапта жазылған дейді. Білімді оқып келген адамдардан сұрап алдық, солар айтады. Сонда ғылым хаджалат дегеніміз қажет білім, яғни өмір сүру үшін үй салу, көпір салу. Екіншісі ғылым зарулат дейді екен. Ол 5 нәрсені қамтиды екен. Ол адамның
иманын сақтап қалуды үйретеді екен, жанын сақтап қалуды үйретеді екен, ақылын сақтап қалуды үйретеді екен, малын сақтап қалуды үйретеді екен, және бала шағасын сақтап қалуды үйретеді екен. Сонда әйел адам зәру білім алу керек екен. Яғни өзінің әйелдік жанын сақтап қалатын, әйелдік табиғатын сақтап қалатын білім алу керек. Ол әйел өзінің иманын сақтап қалатын білім алу керек. Өйткені хадис бар ғой, жақсы әйел еркектің иманының жарысы дейді. Одан кейін ол өзінің ақылын сақтап қалатын білім алу керек. Өйткені әйелдің ақылы қысқа, шашы ұзын. Оған ғылым керек. Үшінші, ол өзінің жаңағы оған аманат етілген бала шағасын қалай аман сақтап қалу керек. Және еркектің тауып әкелген малын қалай сақтап қалу керек. Қалай жарату керек. Міне осы 5 білімді меңгерген әйелді, және осы зәру білім алған әйел дейді. Қараңыздар, періштелік сипатқа өтеді дейді. Байын да жақсы күтеді дейді. Сондан тағы қайталап айтамын, сонда дейді, егер еркек қана білімді болса, онда қоғам дейді, бір қанатты құс сияқты дейді. Бір қанатты құс алысқа ұша алмайды ғой дейді. Ал егер әйел де білімді болса дейді, онда құстың қос қанатындай, онда қоғам тез дамиды дейді. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Сәлеметсіз ба? Алло, кім амансыз ба балам? Тыңдап отырмыз, ата. Балапаным, мен 80-ге келген ақсақал едім. Осында мынау баланы ұдайы тыңдап отырам. Осы баланың мынау сөзі өзі бір кереметтей, мәдениетті, өте ұлағатты сөйлейді. Мынау шариғат туралы да дана сөйлейтін бала бір. Құдай мынаның бағын ашсын. Әрқашан осындай мынау үлкенге осындай мынау шариғат туралы, дін туралы айта берсе, біздің халқымызға пайда ғой деп ойлаймын. Екінші, менің мынау сұрағым бар балам. Мынау Жүсіп туралы айтып отыр ғой. Кете Жүсіп туралы. Енді осы кісінің Мес деген кітабы бар еді. Осы кітаптан оқыдым екен бұл бала мына сөздің барлығын. Сонан кейін бұл бала осы кісінің қалай қайтыс болған туралы тарихта жазылып еді. Мен соны көбін ұмыттым. Енді осының барлығын білем екен. Осы туралы бір-екі ауыз сөз айтып берсе екен деймін. Мына баланың бағын ашсын Алла тағала, соны айтайын дегенім осы. Айтқаныңыз келсін, ата. Көп рахмет сізге. Әмин. Жалпы мынау атамызға Алла разы болсын, батасын беріп жатыр. Атаңнан бата ал дейді, қазақ айтады, Сондықтан осы Алла разы болсын, атамыздың ғұмыры ұзақ болсын, көзі ашық, көкірегі ояу, осындай аталарымыз көп болсын. Осы құлақ түріп осындай хабарлар тыңдап отырған. Енді атамыздың сұрағына келетін болсақ, біз негізі Мәшһүр Жүсіп туралы айтып отырмыз. Кете Жүсіп емес, Мәшһүр Жүсіп туралы айтып отырмыз. Бұл Мәшһүр Жүсіптің негізі айтып отырған еңбегі, біз 20 томдығы шыққан, соның 11 томындағы еңбектерге байланысты біз айтып отырмыз. Енді Мәшһүр Жүсіптің қайтыс болуына байланысты айтатын болсақ, Мәшһүр атамыз 73 жасында қайтыс болған. Шәкәрім атамыз екеуі бір жылда туып, 1858 жылы туып, 1931 жылы қайтыс болған. Екеуі бір жылда, екі әулие, екеуі де бір жылдағы жыл. Бұл енді сондай бір кездейсоқтық шығар деп ойлаймыз, бірақ енді Алланың хикметі. Сонда ол кісі 72 жасында Мәшһүр Жүсіп өлерінің алдында 30-шы жылы елді жиып асын берген, өзінің жаназасын шығарған. Сосын жұрт таң қалған, бұл қалай енді Аллам өзі тірісінде асын бере ме екен деп. Сонда Мәшһүр айтыпты, келесі жылы менің асымды бермек түгілі бастарың ие бола алмай қаласыңдар деген. Яғни мына 31 жылға аштықты туралы айтқан дейді. Ал енді өзінің сөзіне келетін болсақ, айтады, мен негізі әулие адам өзінің әулиелігін жасырады ғой, кереметін. Сонда ол кісі айтады, мен бұның ешқандай да керемет жоқ бұнда дейді. Мен Бұхарада жүргенде бір дәруш пайда болды дейді, диуаны. Сөйтіп найзасын дейді менің арқама тіреп, 73 деп мені шыр көбелек айналды да, бір кез жоқ болып кетті дейді, ғайып болды дейді. Содан мен ойладым дейді, бұл не 73? Менің ғұмырымды болжағаны ма деп ойладым да, 73 күн күттім, тірімін, 73 ай күттім, тірімін. Сосын ойладым дейді, бұл менің ғұмырымды болжаған екен ғой. Сонда Мәшһүр айтады екен, 73-ке дейін балталасаң да өлмеймін, 73-тен кейін сүйресең де жүрмеймін дейді екен. Ақыры сол айтқанын айдай келіп, 73 жасында Мәшһүр атамыз о дүниелік болды. Біз енді бағдарламамыздың тақырыбына оралайық, жалпы отбасы мәселесіне қатысты айтқан Мәшһүр Жүсіптің айтқан жалпы шығармашылығы жайында айтып отырған болатынбыз. Қыз тәрбиесі жайына тоқталдық. Енді осы баланың бай болуы ата-анасына байланысты деп. Әлбетте. Мәшһүр Жүсіп, ол қалай? Біріншіден, мынау жалпы баланың ғұмыр жасы ұзақ болуы, айттық қой, алғыс түбі ақмай, қарғыс түбі қараған дедік. Жалпы баланың, осы бала екі адамның және жаратушының
алғысын алу керек екен. Сонда бірінші Машһур Юсуп атамыз айтады, Алла тағалаға ғибадат ет дейді. Алла тағала бірінші адамның ғұмыры ұзақ болу үшін, баянда да бақытты өмір үшін, бай болу үшін, төрттілігі сай болу үшін бірінші Аллаға ғибадат ету керек. Аллаға ғибадат етсең, ғибадатыңның қызығын көресің дейді, пайдасын көресің дейді. Екінші дейді, бала ата-анаға қызмет қылу керек дейді. Ата-анаға қызмет қылсаң бай боласың дейді. Төрттілігің сай болады. Егер сен ата-анаға қызмет қылмасаң дейді, онда өзіңнен дейді, дәрежесі әлде қайда төмен иттердің қорлығында өмір сүресің дейді. Иттен ілгері адамнан төмен өмір сүресің дейді. Сонда қазіргі кезде көп адамның жаңағы иттен ілгері адамның төмен өмір сүріп жүргені осы ата-анасына қызмет қылмағаннан. Үшінші, ұстазға құрмет көрсету керек дейді. Ұстазға құрмет көрсеткен бала білім ғылымның қызығын көреді дейді, пайдасын көреді. Бүгінгі таңдағы ең өзекті мәселе. Ең өзекті. Сонда қазіргі кездегі мынау біздің мектепте мысалы ұстазға деген құрмет жоқтың қасы ғой. Неге? Өйткені біздің қоғам ұстазды құрметтемей отыр. Ұстаздың статусын белгілемей отыр, шесіз бе? Сондан бұл керісінше оның да таяқтың екінші жағы бар. Ол ұстазға құрмет көрсетпеген бала болашақта өзінің оқыған ғылым білімнің қызығын, яғни пайдасын көре алмайды дейді. Қадір қасиетін білмейді. Білмейді. Және ең бастысы бұл жерде кәсіп түріне келетін болсақ, бұл жерде мындай неге кәсіп істеуіміз керек деген кезде Машһур Юсуп атамыз айтады. Алла тағала айтады дейді мысалы, мына екі түрлі көзқарас бар дейді. Бір адамдар айтады дейді енді. Не қылса да Алла қылып жатыр. Мен Алланың қолында кетпен шот сияқтымын. Кетпен біреу шабады ғой мысалы. Кетпен өзі ойлайды ғой, мен жоқ, оны қол шауып жатыр, Қол ойлайды, мен жоқ, оны ми адамның. Ми ойлайды, ол Алла шапты. Сонда айтады дейді, мен Алланың қолындағы бір құрал ғанамын. Бәрін Алла істеп жатыр деп ойлайды. Екінші бір адамдар айтады дейді, менің қолымнан түк келмейді. Түк келмейді. Тағдырымда не жазылып қойған, бәрі сол орындалып жатыр деп айтады дейді. Тағдырға сілтейді. Машһур айтады, бұның біреу артық дейді. Арабша оны ифрат дейді екен. Біреу тым кем дейді, тафрит дейді. Осының ортасын ұстау керек дейді адам. Біріншісі тым артық, екіншісі тым кем. Ортасы кәсіп, адам кәсіп қылу керек. Сонда кәсіп дегеніміз не деген кезде? Кәсіп дегеніміз жүре бара пайда болатын нәрсе екен. Сонда Машһур айтады, кейбір адамдар айтады дейді, Құдай ақыл бермегеннен қайтейін деп айтады дейді. Сонда Машһур айтады, ол Құдайға жабудың ешқандай қажеті жоқ дейді. Құдай ол біреуге беріп, біреуге бермей қоятын ала қол саудагер емес дейді. Құдай саған біреуге тарыдай ақыл береді, біреуге дорбадай ақыл береді, біреуге арбадай ақыл береді. Бірақ сол тарыдай ақылдың өзін өсіруге болады дейді. Яғни ол кәсіби дейді. Кәсіби деген не? Яғни біреудің дейді, қара дейді, айналаңа қара. Біреу мысалы қалай күн көріп жатыр, қалай оның тас өрге домалап жатыр, қалай мысалы қозысы қоздап, көп отбасылы болып сондай балқып шалқып дәулет. Неге? Қара, содан үйрен дейді. Сонда ақылың өседі дейді. Ғибрат ал дейді. Біреудің ісі кейіннен көтінен кейін керіп жатыр, онды қара дейді, оны да үйрен дейді. Сонда ақылдың өзі кәсіби дейді. Енді дейді, сонда Алла тағала айтады дейді. Алла тағала негізінен ол мусәбәб екен. Мусәбәб. Яғни себепті беруші Алла тағала. Себепті жаратушы. Бірақ бірінші Алла тағала себепті іске асыру үшін адам өзі себебін жасау керек екен. Ал сол себеп бірінші. Сонда Машһур айтады, себепсіз дейді, мусәбәб болмайды дейді. Яғни адам егер өзі себебін қылмаса, яғни кәсібін қылмаса, кәсіп сол себеп дейді. Ал себепті беруші Алла тағала. Сонда Машһур Юсуп атамыз айтады, пенде қасыды қылмайды дейді. Қасыды дегеніміз ниет қылмай, мақсат қылмай. Алла халық қылмайды, Алла жаратпайды дейді. Сонда Алла тағала айтып отыр, ей пендем, сен кәсіп қылсаң, сонда ғана мен саған нәсіп берем дейді. Сонда бұны түсінбеген жамандар дейді, Құдайды кінәлайды дейді. Сонда өзі кәсіп қылмайды, өзі ниет қылмайды, жатқанға жан жумайды деймін бе қазақ. Сонда қазақтың дүниетанының бәрі дұрыс. Біз сонда қазақ айтады екен, жаман адам құдайшыл, жаман құдайшыл келеді дейді. Яғни не? Ол өзінің кәсіп істемейтін, өзінің кедей екендігін, өзінің жаңағы баласы жоқ екендігін, өзінің жаңағы қатын жаман екендігін бәрін Құдайдан көреді дейді. Сол жаман құдайшыл келеді дейді. Жұмысы жоқ адам намазшыл келеді дейді. Тамағы жоқ адам оразашыл келеді дейді. Және Машһурдың ең керемет сөзі, бұл қазақтың сөзі, әлсіз адам ақиретшіл келеді дейді. Шын мәнінде Құдай тағала айтады екен, істеріңді осы өмірде істе. Әлгі қазақтың мақалы бар ғой, кезі келсе кетпен шап, майылмаса қайылсын дейді да. Яғни осы дүниеде істеу керек. Осы үйде жаңағы, осы дүниеде кәсіп қылу керек, осы дүниеде үйлену керек, осы дүниеде еселеп бала шаға өсу керек. Ол дүниеде саған түк те жоқ. Сондан Алла тағала осыны білмеген адам, яғни ақидасы дұрыс емес адам, осыны түсінбеген адам ақиретке барғанда, жаны қысылғанда барлық өзінің ғапыл қалғанын сезінген адам, жалынады екен Алла тағала, мені қайтаршы, мен білмей қалдым ғой. Мен мына дүниеде мен істейтін деген, сонда Алла тағала жоқ деп айтады. Болды енді. Мен саған бір мүмкіндік бердім,
енді саған әлгі қайту жоқ түсінесіз бе? Міне сондықтан сондай өкініш болмас үшін, ақиреттегі өкініш болмас үшін адамның ақидасы дұрыс болу керек. Оны түсіну үшін Абай атамыздың келтірген хадисі бар: ад-дүние мазракатул ахирет дейді. Яғни не? Ақирет дүние ақиреттің егіні дейді. Неге сен соны ұрасың? Енді ең басты тақырып біз келе жатырмыз. Сонда қазіргі кезде көп адамдар неге кедей дегенде, Машһүр Жүсіп атамыз қазақта сөзі бар дейді: бай болатын адам өзін де аямайды, баласын да аямайды. Кедей болатын адам өзін де аяйды, баласын да аяйды. Бай болатын адам дейді, жарғақ құлағы жастыққа тимей, ұйқы дегенді ұмытып кетіп, күлкі дегенді ұмытып кетіп, есіл дерті малда болады дейді. Ал кедей болатын адам дейді, баласы бар мақсаты баласында болады дейді, есі дерті баласында болады дейді. Соның ұйқысын бұзбайын деп, тоңып қалмасын, қарны ашып қалмасын деп дейді. Сон бала дейді, жастайынан жаман ғадетке үйреніп қалып алады да, яғни үйреніп алады да осыған дейді. Өмір мұқтаждықты өтеді дейді ол. Сіздің аузыңызда Омар аға желіде тосып отырған тыңдаушы бар екен, әуе толқынына қосайық. Сәлеметсіз бе? Ассалаумағалейкум. Тыңдап отырмыз аға. Қояр сауалыңыз бар ма? Омар ағаға, Омар аға, өзіңізден жиі естиміз, ер жігіт ел үшін жаралған, еліне қызмет ету керек деп жатыр. Осы қазіргі заманда ер жігіттер не істеу керек, еліне қызмет ету үшін жалпылай түсіндіріп кетсеңіз, және қазір мемлекеттік мекемеде істейтіндер еліне қызмет етіп жатыр қазір. Соларды айтуға бола ма, әлде сонда істейтіндер ма? Сол жағын жалпы түсіндіріп кетсеңіз. Түсінікті. Жақсы. Елге қалай қызмет Рахмет қыламын бауырым. деген ғой. Өте жақсы сұрақ. Мынау негізінен қазақ айтады, ер ел үшін туады дейді. Ел үшін өледі дейді. Сонда бұл жерде ер деп негізінен біз еркекті де әйелді айтамыз. Ер деген рух деген сөз. Ал дене қатын. Жан мен дене қосылған ерлі қатын деп айтты ғой шәкәрім. Сондан ер ол біз бөлмейміз, ол жыныстық несі жоқ, айырмасы жоқ оның. Бұл әйел де ер бола алады, егер оның нәпсісін тия алса, рухы нәпсінен басым болса. Еркек те ер бола алады, немесе еркек те қатын бола алады, егер нәпсісі жаңағыдай басым болса. Сондан ер ел үшін туады деген кезде шын мәніндегі, егер дейді, мысалы Абай да айтады, Мәшһүр да айтады, негізгі мақсат дейді, ер ел үшін қызмет етудің басты мақсат дейді, ол не? Ол жұртқа пайдалы болу керек. Мәселе сен парламентте отыру, мемлекеттік қызметте отыру шарт емес. Мысалы сен аула сыпырушы болуың мүмкін. Ауланы жақсылап сыпырсаң, өтіп бара жатқан адам ләззат алатын болса, сол тазалықтан. Өтіп бара жатқан адамға ләззат сыйлайтын болсаң, қуаныш сыйлайтын болсаң, сен нағыз ерсің. Сен жақсы киім тігетін болсаң, жақсы етікші болсаң, жақсы шаштараз болсаң, яғни сен негізгі мақсатың бас пайдаң емес, біреуге пайдалы боламын, елге пайдаламын деп ойласаң, міне ер деп осындай адамдарды айтамыз біз. Ал ез деп кімді айтамыз? Ол осы байы қояйын. Абай айтады ғой, ғылым іздесең де, мал іздесең де дейді, біреуге пайдамды тигізем деп ізде, сонда Құдайдың жолында болсын дейді. Ол ер, сонда Құдайдың негізінен ер ол Құдайдың дидарын талап етуші. Сонда Құдайдың дидарын талап ету үшін елге қызмет ету керек екен. Ер егер елге қызмет етпей, Құдайға қызмет ете алмайды екен. Сондан ал керісінше Абай айтады, егер дейді, сен құлқыныңды, бас пайдаңды бірінші орынға қоятын болсаң дейді, яғни мал іздесең де, ғылым іздесең де, онда өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың дейді. Сізге көп рахмет Омар аға. Біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз, және мына мінез түзету, жалпы көркем мінез туралы айтып өтсеңіз. Жалпы мынау өзі ғылымның пайдасы дейді. Бірінші, әуел ғылым мағфирату Аллах. Ғылымның бірінші пайдасы ол Алланы тану. Шын мәнінде сонда Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады, егер адам болғың келсе дейді, ғылыммен айналыс дейді. Өйткені адамдық немен болады дейді. Ол адамдық дейді, жаны бар болумен болмайды дейді. Біреулер айтады, жаны бар, сөйлейді, және сақалы бар. Бұл адамдықтың атрибуттары деп ойлайды дейді. Сонда Мәшһүр айтады, жоқ, онымен адамдық болмайды дейді. Өйткені сақал текеде де бар дейді. Жан тотықыста сөйлейді дейді. Жан есекте де бар дейді. Тотықыста сөйлейді дейді. Сонда егер адам болам десең дейді, онда ғылыммен айналыс дейді. Жігіттер, келіңдер, ғылыммен айналысыңдар дейді. Сонда неге? Өйткені сол ғылымның пайдасы ол мінез түзету дейді. Сонда егер сен тоқығаның дейді, сенің мінезің түзетпесе дейді, ондай адамнан дейді жақсылық күтпе дейді. Қазақта сөз бар, өз жарымағанның сарқын ішпе дейді. Яғни не? Егер адамның ғылымы өзінің мінезін түзетпесе, ондай адамнан дейді халыққа пайда болмайды дейді. Елге пайда болмайды, алашқа пайда болмайды, отбасына пайда болмайды. Сондан көркем мінез деген не? Сол жаңағы өзінің бойындағы кеселдерді түзету. Ол немен болады дегенде, ол үшін Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады, ол көркем мінез бірінші немен болады дейді, ол адамның қаны таза болу керек дейді ол үшін. Мысалы адамдар ойлайды жаңағыдай, бұл жаман мінез менің қайдан шығып кетті? Сонда Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады, жігіттер, енді біліңдер дейді. Ол шайтан деген дейді, айтады, шайтанға жабады дейді да, мысалы, шайтан азғыр демен. Сонда Мәшһүр айтады, жігіттер, енді біліңдер, шайтан деген бит бүрге емес дейді, адамның денесіне кіріп кететін. Шайтан деген бойындағы қаныңның бұзылуы дейді.
Сонда адамның қаны неден бұзылады дегенде, адамның көп тамақ ішкеннен және көп ұйықтағаннан адамда екі нәрсе көбейеді дейді. Бірінде қарындағы қызуырады дейді, екінші адамның қаны көбейіп кетеді екен. Сол көбейіп кеткен қан адамның қанын бұзылуға келіп соғады екен. Сонда бұрынғы әулиелердің барлығы айтқан екен, адамның қанын тазарту үшін ұйқыны азайту керек, тамақты азайту керек. Машһүр өзі айтады, аз ғана ішіп, аз ғана жеп, аз ұйықтап жүрсең, аз сөйлесең дейді. Аз ұйықтау, аз тамақ ішу, аз сөйлеу дейді. Көрінген адамға сүйкімді боласың дейді. Кірген жерің дейді, кірген жерің есігің дейді, кірген жерің тесігің есіктей болады. Көрінген жанға сүйкімді боласың дейді, және сергек боласың дейді. Сонда бұның бәріне қазіргі адамдар көп найқалып қозғала алмайтыны, ол адамның қаны бұзылған, сөзсіз бе? Адамның қаны қою болып кеткеннен кейін қаны бұзылады екен. Сол қанды адамның жүрегі қайнатады дейді. Ол бу барып миға барады дейді. Сол жаман қанның буы миға барып жаман ойға айналады дейді. Міне сол шайтан деген осы жігіттер дейді. Сол шайтан деген миыңдағы жаман ойың дейді. Сондықтан осындай өзінің қанын тазартпаған адамнан дейді 60 түрлі жаман мінез өсіп шығады дейді. Оны жаңағы хылық змима ағашы дейді, яғни не, жаман мінез ағашы. Бұны қазақ ит мінез дейді. Сонда қазақ айтады, осы сен иттігіңнен шаршадым мен. Иттігіңді қашан қоясың? Міне осы ит мінез. Ал керісінше өзінің қанын тазартқан адамнан дейді хылық хамида ағашы өсіп шығады дейді. Яғни мақтаулы ағаш. Бұның жемістері дейді 80 түрлі көркем мінез өсіп шығады дейді. Сонан соң жаңағы сабағыңыз туралы айтып өтсеңіз. Енді мындай бір мәселе, семинар тренинг өткіземіз. Сондан осы әңгімені жалғасын тыңдаймын деген адамдар сол семинар тренингке келуіне болады. Жалпы мынау кәсіп туралы, кәсіп түбірі нәсіп туралы біз әңгіме қыламыз. Өйткені шын мәніндегі қазіргі кездегі бізге жетпей жатқаны осы біздің санамыздың ашылмауы. Біздің көп кедейліктің негізгі себебі біздің санамыздағы кедергілер. Біздің санамыздағы осы терең білімнің жоқтығы, Алла тағаланың бергенін білмеуіміз, Алла тағаладан күтуіміз нәсіпті, өзіміз себебін қылмай. Осының бәрі қазақ баласын қазіргі кезде дәулетін балқытып шалқытпай отырғанын біз ашық айтуымыз керек. Соған бізге көмектесетін біздің Құдайға мыңда бір шүкір, бізге осы Машһүр Жүсіп сияқты, Абай сынды, Шәкәрім сынды, Майлықожа сынды, Бұхар жырау сынды, Яссауи бабамыздың шәкірттері, осындай үлкен ілім берілген қазақ халқының бұл керемет бір нығметі. Сондықтан Алла қаласа, мен енді өзімнің бір ойым, Алла қаласа осы Машһүр Жүсіптің осы енді 20 томы шықты ғой. Сол томдағы шіркін-ай мынау аяттарға, хадис шәрифтерге, Мәснауи дейді, солар оригиналымен шіркін-ай қайттан бастып шықса деген бір тілегім бар. Сол жүзеге асса, ол халыққа пайдалы болар еді. Өйткені шын мәнінде біз қазіргі кезде Машһүрдің еңбектерінің мынау текстологиялық анализ жасалмағаннан кейін біз 1-2% ғана алып отырмыз. Неге? Өйткені қай сүре, қай хадис, қандай Мәснауидің қандай текстері әзірше сол көбісі сондай ретсіз және де кириллицамен берілгенді. Осыған енді Алла тағала бізге мақсат қылып отырмыз ғой енді. Сол ниетімізді жүзеге асырып, сол Машһүрдің еңбектерін айдай жарқыратып жаңағы халыққа ұсына білсек, шіркін халыққа қолжетімді болса текстер, мәтіндері, бұл нұр үстіне нұр болар еді. Біздің руханиятымыз тез өсер еді. Тез есімізді жиып, етегімізді тез жабар еді деген менде бір сондай бір ниетім бар, өтінішім бар. Сондай Алла қаласа сол білетін адамдар, мамандар осыған жұмылып, Алла қаласа бір қаржы бөлініп, осының текстологиялық, әсіресе мына 11-ші том, осы мен айтып отырған әңгіменің бәрі 11-ші томнан алынып отыр. Бұнда жаңағы философиялық еңбектер жинақталған. Соның бір ғана несі бар, ол жаңағы Құран мен хадистерге және Мәснауи шәрифтердің мәтіндерінің оригиналдары берілмегенде, соларды реттесе, онда әрбір қазақ соны оқи алса, онда біз тез түзеліп, Алла тағаланың берген бізге жарлығын тез ұғып, бабаларымыздың сөзін тез ұғып, тез біз өсиетімізге кәміл сенемін мен. Мен де мәселен Машһүр Жүсіптің осы 11-ші томын алып қарап шықтым. Көбісін енді бірталай сөздерді шыны керек түсіну өте қиын. Өзімізге қазақ тіліне таза аударылса деген ойымыз бар. Сонда бұл Машһүр Жүсіптің мұрасы, бұл халықтың мұрасы. Бұл жекелеген адамның да, жекелеген әулеттің де мұрасы емес бұл. Сондан бұл мен айтар едім, бұл Машһүр Жүсіптің текстология анализін жасамау, бұл кәдімгі рухани жағынан қылмыс бұл қазақтың алдындағы. Біз жасауымыз керек. Неге? Өйткені ата-бабамыздың, жаңағы Машһүр атамыздың аруағы бірінші тыныш болмайды. Неге? Өйткені біз оның сөзін дұрыстап жеткізбей отырмыз қазаққа. Соған біз атсалысуымыз керек. Омар аға, енді бүгінгі бағдарламаны қорытындыласақ.
енді санаулы минуттар қалыпты. қорытындылайтын болсақ, жалпы Машһүр Жүсіп атамыз айтады ғой, біз осы өмірге келгеннен кейін бүкіл потенциалымызды ашып кетуіміз керек та. О дүниеде сен потенциалыңды аша алмайсың, осы дүниеде ашуымыз керек. Сонда Машһүр Жүсіп атамыз айтады, боларыңда болып өт, боз жорғада желіп өт дейді. Яғни боз жорға қалай желеді, қалай бүкіл мүмкіндігін ашады, сен де болып өт дейді. Болмасыңды сезген соң болған ердің қосын жек дейді. Өзің болып алған соң аударып тастап қайда кетсең онда кет дейді. Яғни үйрен дейді сәтті адамдардан, бірақ оның көлеңкесінде қалып қойма дейді. Сонда Машһүр Жүсіп атамыз айтады, бай болсаң дейді, жаның бір ханыша дейді. Қанша сыйласаң да сыйлауыңа тұрады дейді. Ал кедей болсаң жаның бір күдері дейді. Қанша қинасаң да үзілмейді дейді. Сондықтан біз қазіргі кездегі неге кедейміз? Өйткені біз жанымызды аяймыз. Жанымызды аямауымыз керек. Неге? Өйткені айтады ғой, мал бітпеске немене, жігіт жанды бұласа. Тәңір бермеске немене, егер Құдайдан жылап сұраса дейді. Бұл сондан біз жанымызды буламай отырмыз ғой. Сондан Мәшһүр айтады ғой, жігітшілікте жанынан кеште іс қыл, өлсең өлесің, өлмесең адам болып шығасың дейді. Ал шын мәнінде қазіргі біз кімді тәрбиелеп жатырмыз? Біз жаңағы жаманға ошақтың 3 бүтінің арасы 3 айлық жол дейді. Үйден шығармай, ауырып қалады, өбектеп балаларымыздың бәрін масыл қылып тәрбиелеп жатырмыз. Ертең ол балалар мұқтаж болса, оның қарғысы бізге тиеді. Неге? Біз оларды масыл қылып жатырмыз. Олардың ертеңгі кедейшілігінің себебі біздер, жаңағы ақымақ ата-аналар. Жаңағы неге баланы аяймын деп, оны аямай атқан. Сонда қазақтың негізгі принципі бар. Аясаң аяма дейді. Балаңды аясаң шын мәнінде оның болашағын алаңдасаң, қазірден бастап оны ғылым білімге сал, езуін тіліп тұрып, немесе кәсіп үйрет. Міне осы мәселелерді Машһүр Жүсіп қадап айтады. Сізге көп рахмет, Омар аға, студиямызға келіп жақсы әңгімелеріңізбен, ойларыңызбен бөліскеніңізге. Микрофон алдында Ақбота Қанайқызы, студиямыздың қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза болатын. Ардақты ағайын, Шалқар ұлттық арнасы әр шаңырақта қосылу болсын дейміз. Бізбен әрдайым бірге болыңыздар.